Тұрсынбек Қабатов Instagram парақшасында жазба жариялады. Шікірейіп бата да бермеді. Енді бәрі бітіп, жүрсін ағаға тистіңдер ме деген жазба қалдырды. Жазбаны толық оқи аласыздар. Қайырлы күн, жақсыларым. Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы жақында мәлімдеме жасаған болатын. Неге Мөлдірдің тойына Тұрсынбек Қабатовты жібермедіңіз деген кезінде, оларда менің шаруам жоқ, бармай қойған еркектің өз белгі өзінде, барам десе мен қарсылығым жоқ деп жазба қалдырған болатын. Адамның қолынан келеді екен. Мен қатты бір уайымдағам, қалай болады бұл бес баланы мен қалай асырай аламын ба, қалай болады деп. Уайымдайсың ғой, әйел адамбыз, нәзікпіз, кішкене әлсізбіз. Бірақ Алла тағала ол басқаша бір күш қуатты бойына жібереді екен. Қорықпа, сен де алға басасың, қолынан бәрі келеді деген сияқты. Мен өзім шынымен ойламаппын. Біздің қазір өмір сүру салтымыз одан сайын жақсы болып кеткен сияқты ма, білмеймін. Позитивпен, шетелдегі бір айда екі бөлек. Өзеңдегімен Ауди, Аси. Ата-ана ретінде біз ойлаған дүниеден де асып түсетін, таңғалдыратын нәрсе жасап жатсың біз үшін. Қатты жақсы көремін мен сені. Кеше Дубайға бардық қой, диплом алып күтуге. Кәдімгі мен Қазақстанда қақшай өзімше болып, менсінбей алдыға кетіп жүремін ғой. А Дубайда наоборот сүгіріп қаламын. Демалып деген қарсы бәрі шешіп анда жетіп білмеймін дейді. Не қандай қыз дүниеге әкелгем деп, Алла тағалам деймін, тәуба шүкір деймін. Осындай Алла тағалам жаңағы шүкір айтамын бергені деген сөз бар ғой әннің ішінде. Сансыз шүкіршіліктер. Алла тағала осы бес баланы дүниеге әкелуге бұйырған, және де бес баланы әкелген мен әлемдегі ең бақытты анамын. Әдемі ешнәрсе сұрамайды екен өмірде. Маған ананы алып бер, мына жаққа барғым келеді, мынандай көргім келеді немесе деген сияқты. Тыныш қана кәдімгі үйдің бөпесінің бірі, әке-шешесін тыңдайтын, тыныш қана үйдің үлкені. Мен білмеппін әдеміптің қатты сол нәрсені аңсап жүргенін осыны атпаймын. Өткенде бір сырласып, шай ішіп отырып қалған кезде айтып қалып, осындай көлік мінгім келеді деген сияқты. Сөйтіп, әдемі шынымен қатты мінгім келіп жүрмін, мен сені қалай байқамадым деп ойлап айттым да, мама мен енді айта алмай жүрген болатын. Қатты сені хочу машину деді. Содан көп ұзатпай бардым. Таза өз еңбегімен Ауди, Аси. Адамның қолынан келеді екен. Мен қатты бір уайымдағам, қалай болады бұл бес баланы мен қалай асырай аламын ба, қалай болады деп. Уайымдайсың ғой, әйел адамбыз, нәзікпіз, кішкене әлсізбіз. Бірақ Алла тағала ол басқаша бір күш қуатты бойына жібереді екен. Қорықпа, сен де алға басасың, қолынан бәрі келеді деген сияқты. Мен өзім шынымен ойламаппын. Біздің қазір өмір сүру салтымыз одан сайын жақсы болып кеткен сияқты ма, білмеймін. Позитивпен, шетелдегі бір айда екі бөлек. Қайырлы кеш, қонақтар. Біріншіден мама рахмет айтқым келеді. Мен сізді қатты жақсы көремін. Сіз сенің керемет анасыз. Мен үлкен ер адам болғанда сізге бәрін жазып беремін, уәде беремін. Сосын Райымбек, әдемі, мен сіздерді құттықтаймын. Қонақтарға келген көп рахмет. Мен мамаға үлкен рахмет айтқым келген. Себебі мама всегда рядом, мама нас поддерживает, бізбен бізге мотивация береді, любой кезде. Әдемі, Айым, Райымбек, мен сіздерді құттықтаймын. Әдемі вот универ закончила. Я прям в будущем, в дальнейшем атақты актриса болды, чтобы своих целей могла добить. Райымбек уже официально школьник. Рахмет, сіздерді өте қатты жақсы көремін. Мамам сізге рахмет, сізді қасыңызда жүресіз. Я вас очень сильно люблю. То, что қасыңызда жүресіз, осылай забалып жүрсіз. Ешқандай қиындықты бізге көрсетпейсіз. Тихонько жылап аласыз, бізге көрсетпейсіз. Бірақ та енді бізді сеземіз, сіздің балаларыңыз. Мен сізді өте қатты жақсы көремін, осы сіздің бәрі еңбегіңіз. Рахмет, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Я прям очень сильно их люблю. За то, что они мені қолдап жүр. Любой қиындық болған кезде бір-бірімізбен сырласып, әңгіме соғып, сол кезде ішімізден успокаивается. Вот, әдемі сен нағыз сестра деген нәрсені көрсете алдың, реально. Документпен осы менің екінші анам болғандай болды. Осы кішкентай кезімнен бері сен мен осылай, даже бақыттың 4 жаста болғанда мен сені өте қатты жақсы көремін. Мам, сіздерді бәрін қатты жақсы көремін. Актриса, вообще артистка, ты вообще супер. У тебя талант с рождения. Я тебя сильно люблю. Шын мәнінде үлкен тебірентетін сәтте, қуанышты сәтімде қасымнан табылғандарыңызға мың алғыс. Нағыз жақсы көретін жандарымның жиналған күні бүгін
шын мәнінде рахмет айтудан шаршамаймын. Дәл қазіргі уақытта ең қымбат дүние ол ақшадан да қымбат, бриллианттан да қымбат. Ол бізде уақыт. Алтын уақыттарыңызды бөліп, қасынан табылып, қуанышымды бөлісуге келдіңіздер. Қадамдарыңызға гүл бітсін, әр шаңырақта той болсын. Енді әдемі сөз бар. Ананың тілеген тілегі, дұғасы қайтарусыз орындалады дейді. Бүгін ананың әдемі қуанатын күні деп ойлаймын. Ананың балаларына деген махаббатының белгісі деп ойлаймын. Бүгінгі күнді мен ұзақ күттім. Дәл осы сәтте бір уақытта келіп қалған екен. Әдемінің дипломы, айымның мектепті аяқтағаны және Райымбек балаларыңыздың сүндеті. Сондықтан да бұл жерде менің 5 баламның айару қазір шетелге дайындалып жатыр. Ұстазы қаталдау жібермей қалды, біраздан кейін келеді. 5 баламның анасы мен ғана емес, құрметті әдемі Нұриман, айым, Райымбек, айару, сендерде Аллаға шүкір. Әке де көп, ана да көп. Барлықтарыңыз анадай, әкедей тілек шеккендеріңізді білемін. Рахмет жандарым сол. Той құтты болсын. Бүгін еркін формат, қатып қалған қағида, ереже заңдылық жоқ. Кірем десеңіздер, кіріңіздер, шығам десеңіздер, шығыңыздар, билеңіздер, шаттаныңыздар. Ешкімді жаңағы міндеттемейді, биле, ән айт, отыр, тұр деп айтпайды. Бүгін өзіміздің шаңырағымызда, өзіміздің той деп қараңыздар, достар. Құрметті ағалар, апалар, інілер, сіңілдерім, барлықтарыңызды жеке дара жақсы көремін, жүрегімде орындарыңыз бар. Бүгін ешқандай ұялмай, қысылмай, рахаттанып, демалайық, шаттанайық, қуанайық. Қош келдіңіздер.